Қажет сәукеле тігу үшін. Бұны мен сантиметрлі лентамен өлшеп алдым. Енді осыны біз матаға түсіреміз. Мінекей, мен біреуін түсіріп қойдым. Екіншісін түсіреміз. Дәл осы жобамен, осы үлгімен, осы сантиметрмен. Бұны біздің кәдімгі қыздарымыз ұзатылып бара жатқан кезде тігілетін сәукеле. Сәукеленің бастары өздеріңіз білесіздер, үшкір болып келеді. Қазір біз бұны бір-біріне симметрия етіп алсақ та болады. Егер де бұл симметрия етіп алсақ, біздің екі жағда бірдей арақашықтықта көздесек болады. Мен екеуін қиып алдым. Қазір мен сіздерге тігілу жолдарын көрсетемін. Запырап қойып бас жағынан бастасақ та, аяқ жағынан бастасақ та болады. Bizim cəhərbəyə qıyıb alған sәукелеміз dayar болды. Мен төрт жағында оны табиғат көшіріп тігіп алдым. Сәндеу элементтеріне келетін болсам, тек алдыңғы жағына бір моншақты қададым. Және оның жандарына арақашықтығын 2 см-ден алып, 2-3 мәрте қайталап отырып, ал моншақтарды пайдаландым. Төрт жағына да бірдей етіп арақашықтығын сақтай отырып мінге түстім. Біздің іздеп отырған сәндеу элементіміз этно стилдегі сәукелеміз шықты. Және оның сәндеу элементтен тағы да пайдалана отырып, төрт жағынан да бірдей арақашықта етіп қиып алдым. Ішкі жақтарын оның кішкентай етіп қиып алдым. Міне біздің сәукелеміз даяр болды. Осы сияқты бұндайларға мінекей біздің пайдаланатынымыз моншақтар, кесмаларды пайдалансақ болады. Одан кейін барып, мынандай кесмаларды пайдаланамыз. Және бұған құрал жабдықтары бізге керекті сантиметрлі кесма, сабын немесе болуымыз қажет. Міне жібіміз бар. Және оның қауіпсіздік ережені сақтай отырып, біз үйінде өзімізге лайықты шынтаққа бөлімдерін өткіземіз. Және сонымен бірге біз мінекей оны да міне қазір пішіп, қиып алдым. Үлгі бойынша мына біздің кішкене ғана қыздарымызға арналған моншамыз, яғни камзолымыз деп аталады. Оны да қиып алдым, үлгісіне қарап отырып. Және этностилде мен оларды әр жерінен өзіне кемелді етіп қиып алып тастадым. Сөйтіп сәндеу элементтерін пайдалана отырып, моншақтарды арақашықтығын сақтай отырып қададым. Және осы сияқты бірнеше моншаларымызды көрсетуімізге болады. Байырғы кездердегі біздің моншаларымыз, біздің ата-бабаларымыз байырғы кездерде ішіне астар салып тігілген оюлы моншамыз. Осындай болатынмын. Және қазіргі таңда, қазіргі тақырыпта біз мынау монша, мынау белдігі, мынау тақиясы ретінде істеген. Оған үкі тақсам да болады, тақпасам да болады. Мінекей осындай моншаларды тігіп жатырған жайымыз бар. Және де осы мынау сәукелеміз. Мінекей қазіргі таңда мен оқушыларға осы сәукелені үйретіп жатырмын. Мінекей осындай жұмыстарымыз бар. Ертеңгі сабағыма өзіме арнап, кішкентай ғана камзолдың үлгісін жасап, пішіп, тігіп отырмын. Ешқандай қалдық қалмас үшін мен қиып алған жерлердің бәрін алып тастап, оның шеттеріне бүрмелі қылып тіккен мына бір моншам. Оған да белгі жасауға да болады, жасамауға да болады. Осындай жұмыстарды істеп жатырмыз.